Бисмиллах деп бүгін сіздермен үй жағдайында осындай әдемі королевский круассандар жасаудың бүкіл құпиясымен дәл осы видеода бөлісетін боламын, қыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Іші осындай пышный әрі әдемі болып шығады. Начинкаға кез келген крем варенканы ішіне салып жіберіп жесеңіздер, дәмі деген болады. Круассандарды жасау үшін алдымен ыдысқа жылы сүт, жылы су, тұз, қант, ашытқа барлығын салып осылай жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды салып қамыр илейміз. Сразу айтайын, қыздар, артық зат мүлдем қоспаймыз. Описаниеге рецептісін қалдырамын. Таразымен өлшеп, дәл сол рецептпен жасаңыздар. Сол кезде сіздерде бір жасағаннан керемет круассандар шығады. Міне біздің қамырымыздың осы былай басы бірігеді. Қамыры орташалау болуы қажет. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майда илеп сіңдіреміз. Мен үнемі осы майды қолданамын. Деревянский деген май, ал пайызы 82,5. Біздің қамырымыз май сіңген соң осындай болады. Жақсылап уын қандырып илейміз. Уы қанғанын қамырдың ыдысқа жабыспағанынан білуге болады. Бір кіші, бір үлкен бөлікке бөліп аламыз. Кіші бөлігін былай алып, үлкен бөлігінің басын біріктіріп, 2 сағатқа морозильникке жібереміз. Ал кіші бөлігіне кез келген красительді қоссаңыздар болады, қыздар. Немесе қоспасаңыздар да болады. Мен бүгін королевский не болған соң, круассан болған соң қызыл түсін салдым. Осылай түрлі түсті болып круассандарым әдемі көріну үшін дәл осылай қызыл түсті красительді илеп сіңдіреміз. Кез келген красительді қолдансаңыздар болады. Пакетке салып, мұны да морозильникке жібереміз. Қамырлар морозильникте қатып жатқанда майымызды пергаментке салып, осылай тік бұрышты етіп, әдемілеп жан-жағын реттеп, жайып аламыз. Жұқалап, майларыңыз жұмсақ болуы қажет бөлме температурасында. Сол кезде жайылуы да оңай болады и бір тегіс болып жайылады. Міне осылай әдемілеп шеттеріне дейін жеткізіп, бір тегістеу етіп, жайып алып, морозильникке 15-20 минутқа бұл майды да қатуға жібереміз. Май қатқанша қамырымызды алып, тік 4 бұрыш етіп жайып аламыз, қыздар. Шеттерін осылай торлап алыңыздар. Дәл осылай әдемілеп, жұқалап, 4 бұрышлеу, тік бұрыштау етіп жаямыз. Жаңа қатқан майымызды шығарып қоямыз үстіне. Егер майларың жақсы қатса, пергаменттен оңай ажырап кетеді. Қамырымызды қойып, осылай шеттерін біріктіреміз. Осылай біріктіріп болғаннан соң оқтаудың көмегімен бірінші осылай басып шығамыз, жаймаймыз. Толық басып шыққаннан соң барып тұрып, жұқалап жайып аламыз. Қатты жұқартпаймыз, қыздар, май шығып кетпесін, міндетті түрде қарайлап жайыңыздар. Май шығып кетпеу үшін бірінші 4 бұрыш етіп жайдық қой, соны үлкендеу етіп жайып алыңыздар. Дәл видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Пакетке саламыз, бір жарты сағатқа тағы да морозильникке жібереміз. Дәл осы процесс бізде 2 рет қайталанады, қыздар. Міне осылай жарты сағатқа морозильникке жібереміз. Жарты сағаттан соң алып, тігінен қалай тұрса, дәл жаңағыдай ұнымызды сеуіп, оқтаумен шамалы басып жіберіп, жұқалап жайып аламыз. Міне осылай жанына қарайда тік бұрыштылау етіп жайып, дәл жаңағыдай тағы да орап, оқтаумен шамалы жұқартып, пакетімізге салып, жарты сағатқа морозильникке жібереміз. Ал жарты сағат өткенше мына қызыл қамырымызды жаңағы ақ қамырымыздың размерімен бірдейлеу етіп жайып аламыз. Міне осылай. Ал енді жаңа қамырды шығарып, үстінен қызыл қамырымызды қоямыз. Шамалы жұқартып жібереміз. Қаттылау қамыр болған соң жаю шамалы қиындау, бірақ круассандарыңыз өте керемет болып шығады. Ал енді қызыл қамырымызды қойып, шеттерін дәл осылай біріктіріп жіберіп,
оқтаудың көмегімен әдемілеп шығартып жайып аламыз. Дәл осы рецепттен қыздар сіздерде 12 штук круассан шығады. Егер қыздар видео ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетініме сенімдімін. Парақшама тіркеліп алыңыздар. Дәл осылай тік бұрыш етіп туырлап аламыз. Артық жіктерін пышақтың көмегімен міндетті түрде кесіп тастаңыздар. Круассандарыңыз бір тегіс әрі әдемі шығу үшін. Міне осылай кесіп алып тастаймыз. Теңдей 6 бөлікке бөліп аламыз. Мен сантиметрлеп өлшемедім, осылай қолымның көмегімен 6 бөлікке бөлдім. Ең бірінші бөлігін кесіп алып, оны тағы да ортасынан қиғаштау етіп екіге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей етіп. Міне осылай алып, дәл ортасынан шамалы кесіп, екі жаққа қарай қайыра отырып ораймыз. Міне достар, біздің круассандарымыз осындай болып шығады. Дәл осы процеспен барлығын орап шығамыз. Дайын круассандардың бетін жауып көтерілуге қоямыз. Осындай әп-әдемі болып көтеріліп шығады қыздар. Бетіне смазка ештеңе жақпай, алдын ала қыздырылған пеште дәл осылай қызартып пісіріп аламыз. Піскеннен соң бетіне балымызды жағамыз. Ішіне кез келген начинкадағы кремді қолдансаңыздар болады қыздар. Варенка салсаңыздар да болады. Міне қыздар, біздің круассандарымыз дайын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Круассандар осындай пышный әп-әдемі болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.